Баршаңызға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын медовый торттың рецептімен бөлісемін. Видеоны түсінбей қалмас үшін видеоны өткізбей толық қараңыздар. Өте үлпілдек, жұмсақ болып шығатын рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен кремін дайындаймыз. Ол үшін құрғақ ыдысқа қантты ұнды салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін сүтімізді құйып жақсылап араластырамыз. Осы үш затты жақсы араластырғаннан кейін газға қойып, астын жағатын боламыз. Міне біздің ұнымыз, қантымыз, сүтіміз жақсы араласты. Оның ешқандай комочкасы қалмағаннан кейін астын газға орташа отқа қоямыз. Содан кейін бір келкі араластырып тұрыңыздар, асты жабысып қалуы мүмкін. Осылай араластыра отыра кремімізді дайындаймыз. Кремді барынша асты жабыспайтын ыдысқа жасаған жөн. Міне біздің креміміз дайын болды. Қоюлығы дәл осындай болған кезде оттан алыңыздар. Содан кейін кремімізді жылы болғанға дейін суытамыз. Жылы болғаннан кейін сары майымызды салып, екеуін бірге жақсылап сары май еріп кеткенше араластырамыз. Крем ыстық кезінде сары майды салуға болмайды. Енді қамырын дайындаймыз. Құрғақ ыдысқа жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Міне жақсылап араласты. Содан кейін біраз қасық содаға, біраз қасық, орташа қасықта уксус салып, екеуін араластырып, осы массаға құятын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Аппақ болып көпіреді, яғни бұл реакцияға түсіп жатыр деген сөз. Ешқандай қорқынышты емес. Бұл массаны шетке қойып тұрып, енді медімізді дайындап аламыз. Ол үшін құрғақ ыдысқа медті салып, яғни балды салып, отқа қойып жақсылап қыздырамыз. Кішкене қасықтың ұшында ас содасын салып жібересіздер. Сол кезде біздің медіміз қып-қызыл болып, әдемі болып шығады. Ас содасын салғаннан кейін осындай реакция береді, яғни біздің балымыз көбік болып көтеріледі. Осындай қып-қызыл болғанға дейін жақсылап қозғап отырамыз. Балымыз қып-қызыл болғаннан кейін үстіне сары майды салып, сары май ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Бізде дәл осындай түс пайда болады, өте әдемі қып-қызыл болып шығады. Енді бағана дайындап қойған массамызға осы медімізді ыстық болып тұрған күйде құямыз. Құя отыра венчикпен тоқтаусыз араластырыңыздар. Жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнымызды бөле отыра саламыз. Яғни аз-аздан салып араластырамыз. Бәрін бірден салуға болмайды. Осындай комочкасы қалмағанға дейін араластырамыз. Содан кейін қалған ұнымызды салып тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырыңыздар, арасында ұнның ұнтағы, комочка қалмағанына көз жеткізіңіздер. Бізде дәл осындай консистенцияда дайын болу керек. Дайын болған қамырымызды енді 4 бөлікке, яғни 4 кесеге бөліп бірдей етіп салып қоямыз. Кесенің ішін кішкене майлап аламыз. Сол кезде біздің қамырымыз қатты жабысып қалмайды кесеге. Барлығын теңдей етіп салып алып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң осындай листімізді астын майлап, маргарин жағып, яғни одан кейін қамырымызды жайып пісіруді бастаймыз. Қолға кішкене жабысатын болады, сондықтан қолыңызды ұнға батыра отыра өстіп жайып алсаңыздар болады. Қатты ұн сеуіп тастаудың қажеті жоқ. Бір тегіс етіп жайып алғаннан кейін 180 градуста шамамен 7-8 минут көлемінде пісті менің торттарым.
Міне менің корждарым барлығы пісті. Енді шеттерін осылай бір тегіс етіп кесіп аламыз. Шет жағын ұнтаққа пайдаланамыз. Кесіп алған бөліктерімізді осылай бөлек ыдысқа алып қойдық. Міне біздің корждарымыз бір тегіс әдемі болып кесіп дайындап қойылды. Енді арасына крем жағуды бастаймыз. Кремімізді мол-мол етіп арасына жағып, жақсылап бір тегіс етіп жағып аламыз. Кремімізді бір тегіс етіп шет-шеттеріне де жанына да әдемілеп жағып шығамыз. Енді бетіне себетін ұнтағын дайындаймыз. Ол үшін жаңағы артылып қалған торттың бөліктерін блендермен жақсылап ұнтақтап аламыз. Егер блендер жоқ болса, сізде қолменен оқтауменен ұрып ұнтақтасаңыздар болады. Ұнтағымызды жан-жағына барлығына жеткізіп әдемілеп бір тегіс етіп жағып алуымыз керек. Міне біздің тортымыз толық дайын болды. Енді біз бұны 5-6 сағатқа салқын жерге бетін пищевоймен жауып қалдыруымыз керек. Мен тортым бір күн тұрды салқын жерде. Қазір кесіп көрсететін боламын. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді, үлпілдеп, дәмі ауызда еритін торт шығады. Кремі өте жақсы сіңіп, біздің тортымыз өте жұмсақ болып шықты. Видеодан байқасаңыздар, біздің тортымыз өте жұмсақ, үлпілдек, ауызда еритін нағыз медовый торт болып шықты. Жасап көріңіздер, үйдегілеріңізді қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, осы видеоның астына өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.